Сәлем жолдастар, қазақша контент түсіруге жалғастырамыз. Бүгін сіздерге генетикалық есту бұзылыстарының еміндегі жетістіктер, қазіргі таңда қай жерге келдік, бүгінге дейін не бар қолымызда, ғылым неге жетті, қашан практикаға жетеміз, сол сияқты тақырыптарда әңгіме қозғауға тырысамын. Кіріспені мен мына жерге сізге не қалдырып кете салайын, бұны кірмей-ақ қояйын, статистикасын, естудің қаншалықты маңызды екендігін, видеоны тоқтатып қарап аласыздар. Дәл солай естудің физиологиясында қайтып сізге уақытты кетірмей бұны түсіндіріп айтпаймын, бірақ астындағы қызылмен жазылғанды бір оқып кетсеңіз жақсы болады деп ойлаймын. Құстардың терісіне, то есть құстардағынан айырмашылығы ретінде адам баласының ішкі және сыртқы түкті жасушалар зақымданғаннан кейін регенерацияға ұшырау қабілеті жоқ. Құстарда ол регенерациялана алады, а бізде регенерациялана алмайды. Бұл негізінен бізде бүгінге дейін біз үшін проблема, өйткені құлағымыз бір естуімізді жоғалттық па, қайтып жаңа орнына келмейтіндігі. Бірақ именно генетикада бұл бізге алдымызда бір оң өзге ерекшелік ретінде келіп жатқандығын байқаймыз. Енді естудің бұзылысына да классификациясына жаңағыдай бастамасына қарай пренатал, перинатал, постнатал, тілдің дамуына қарай прелингвал, постлингвал деген сияқты, топографиялық орналасуына байланысты кондуктивті сенсоневралдық деген сияқты классификациясында мына жерден қарап алсаңыздар болады. Постнаталдық естудің бұзылыстары жаңағы шала тууына байланысты болуы мүмкін, травмаға байланысты мүмкін, туу кезіндегі әртүрлі асқынулар болуы мүмкін деген сияқты, гипоэлектромиемия, тудан кейін туғаннан кейін тағы сол сияқты. Бұл жерде тағы бір айта кететін ототоксикалық дәрілерді, әсіресе гентамицинді астын сыза отырып тағы бір естеріңізге түсіре кетейін. Сосын генетикалық ауруларда мына жерде әсіресе генетикалық аурулар көбінесе 3-тен 2-сін құрайтындығын назарыңызға көрсеткім келіп отыр. Бұлардың ішінен көбісі гендік аурулар байқағансаңыз, және бұлардың көбісі бұл генетикалық аурулардың өздері синдромдық және бейсиндромдық бөлінетін болып тұр ғой. Сол көбісі бейсиндромдық генетикалық аурулар екен. Олардың ішіндегі ең жиі аутосомалдық рецессивтік аурулар болып табылады. Соны назарыңызға ұстаңыз. То есть ол деген сөз, бір бала нәресте туылса, нәресте туылғаннан кейін есту скрининг тесттерінен өте алмай жатса, ол скорее всего генетикалық бұзылысы бар деген сөз, ол скорее всего бейсиндромдық деген сөз, ол скорее всего аутосомалдық рецессивті тұқым қуалайтын ауру деген сөз. Соны айтқым келіп отыр бұл жерде. Мына жерде тағы сол статистика, көбінесе аутосомдық рецессивті көп гендар, алайда тек қана ол емес, аутосомды доминантты гендерді бар. Енді гендік есту бұзылыстарының көбінесе жаңа айттық қой, синдромдық, бейсиндромдық. Синдромдықтардың ішінде ең жиі кездесетін бізде Ашер синдромы. Ал бейсиндромдықтардың ішінде ең жиі кездесетін коннексин 26 деген не бар, протеин бар. Сол коннексин 26-ны нететін кодтайтын гендегі бұзылыс. Ол генді қайтып кодтайды екенбіз, GJB2 деген генмен нетеді екен. Соған қосымша оның тұсындағы жаңағы тізбекте сізге жиілігіне қарай екінші жиілікте коннексин 30, үшінші жиілікте атофирлин ген мутациясы деп солай жалғасады да, ең жиі кездесетін 7 гендік мутацияны жерге жазып қойып отырмын. Енді сізге коннексин 26 ма ген мутациясы екен, коннексин 30 ма 30-дың ген мутациясы ма екен, атофирлин бе екен, миозин бе екен, оны білудің клиникалық тұрғыдан не маңызы бар? Клиникалық тұрғыдан қазірше тек қана атофирлиннің ғана маңызы бар. Өйткені қазіргі таңда әлемде атофирлин ген мутациясының анықталған кезде оған қарсы ем табылды. Бұл өте маңызды. Соңғы 1 жылда шамасында атофирлин ген мутациясының емі қазіргі таңда бар. Алайда басқа ген мутацияларына қазіргі таңда әлі толыққанды клиникалық түрде емдейтін мүмкіншілігі жоқ, бірақ атофирлин ген мутациясына не бар. Алайда байқағаныңыз болса, атофирлин ген мутациясы жиілігі өте көп емес. Гендік бұзылыстардың ішінде тек қана 1-2%-ын ғана құрайды. Аз деген сөз, әбден аз деген сөз. Бірақ осылай. Келешекте, алдымыздағы жылдарда, Құдай қаласа, әсіресе қазір студенттер ертең клиникалық врачқа айналған кезде, дәрігерге айналған кезде, сіздердің заманыңыз келген кезде мына коннексин 26-ның да емі табылып қалар. Ол кезде гендік науқасыңызды гендік тестқа жіберіп, жаңағыдай коннексин 26-ны тапсаң, соның еміне жіберетін боларсыздар, кохлеарный имплантация жасамайық деген сияқты мақсатпен осыларды білген жөн.
Қазіргі таңда енді ол келешек туралы айттық. Енді қазіргі таңда неміз бар? Қазіргі таңда қолымызда екі ғана емнің варианты бар. То есть ем болғанда шешім деп айтайық соған. Есту бұзылысымен келген науқаста, әсіресе нәрестелерде, егер жеңіл, орта дәрежедегі есту бұзылыстар болатын болса, онда есту жиһаздарын қолданғыздырамыз. Слуховой аппарат дейміз ғой. Егер ілгері немесе өте ілгері есту бұзылыстарын көретін болсақ, онда кохлеарлық имплантация жасаймыз. Алайда қайталап айтамын, келешекте гендік емнің түрі, емнің несі клиникалық практикада әбден кең тарай бастаған кезде, онда науқасыңды гендік есту бұзылыстағы науқасыңды генетикалық тестқа жіберіп, соған қарай өзінің емін назначить етіп кохлеарлық имплантация жасамай жататын күндерге жетіп қалармыз. Может, оны мен көрермін, мен көрмеспін. Менен кейінгі ұрпақтар ол явно көретін сияқты ғой. Ал енді қазіргі таңда генетикалық ем қай деңгейге жетті? Гендік бұзылыстардың генетикалық емі әжептәуір дамып келе жатыр. Ол әртүрлі тактикалар бар, бірақ осының ішінде ең негізгі кең тараған, ең көп кең тараған болғанда дұрыс емес айттым. Ең көбірек жұмыс жасалынып жатқан әлемде, әсіресе қытайлықтар бұл жайлы көп жұмыс жасап жатыр, американдықтар көп жұмыс жасап жатыр. Ілгерлене бастаған 3 түрлі емнің түрі бар. Ол біреу ген қосу, екіншісі генді түзету, үшіншісі генді үнсіздендіру деген үш түрлі стратегиямен жұмыс жасалынып жатыр. Осыларға кіре өтейін. Бірінші, мына генді қосу, бұл жаңағы атофирлин ген деп жатырмын ғой, соған байланысты нәрсе де, оны ең соңына қалдырып қояйын, өйткені ең жақсы ілгерленген, ең жақсы нәтиже беріп жатқан как раз осы ген қосу. Бірақ оны ең соңына қалдырып, бірінші генді үнсіздендіру мен генді түзету туралы айта кетейін. Генді үнсіздендіру ол көбінесе аутосомды доминантты нелерде қолданылады, ген бұзылыстарында қолданылады. Не істейсіз? Бұл жерде организмнің ішінде, жасушаның ішінде бір бұзық ген бар. Ол бұзық ген бұзылған протеин синтездей бастаған. Организмге керек емес, немесе бұзылған, немесе мутант протеин синтездеп, сол мутант протеин организмге зиян тигізіп жатыр деген сөз. CRISPR-Cas9 деген ген технологиясы бар ғой, білесіз. Бір жердің керек жерін кесіп алып тастайсың деген сияқты. Сол CRISPR-Cas9 технологиясын қолдана отырып, жаңағы геннің именно сол аллелінің арасында кесіп тастайсың, сөйтіп өшіресің, тоқтатасың. Сол протеинді синтездеуін тоқтатуға негізделген емнің түрі. Бұл перспективасы жақсы, өйткені доминантты мутациялар үшін жалғыз тиімді шешім сияқты көрініп тұр, алайда әлі тек қана лабораториялық деңгейде дамуға тырысып жатқан бір емнің түрі. Сосын жаңа статистикада айта кеттім ғой, доминантты аутосомды доминантты гендік мутациялар ол есту бұзылыстарында өте жиі кең тараған нәрсе емес. 124-тен астам қазір ген бұзылыстары табылған, олардың көбісі доминантты емес, олардың көбісі рецессивті. Сондықтан ол особо бізге көп үміт бермей қоймайды. Екінші түрі не еді? Ол CRISPR-Cas9 ген арқылы генді түзету. Геннің бір шетін, бір бөлшегінде не бар? Жаңағыдай бұзылған ген бар, мутацияға ұшыраған ген бар. Ол сол жерін алады да, CRISPR-Cas9 қайшы сияқты ғой, барады да сол жерін кесіп алып тастайды, және оның орнына түзу дұрыс генді қосады. Кәдімгі гендік инженерия. Бұл өте үміт ұяндыратын нәрсе. Бұл жалпы CRISPR-Cas9 ген мутациясын тапқан кезде әлемде өте үлкен бір сенсация болды. Прям керемет нәрсе. Бұл жайлы көп жерде жұмыстар жасалынып жатыр. Бұның тағы бір жақсы жері, бұл аутосомды рецессивті ген мутациясында да, аутосомды доминантты ген мутациясында да пайдалы екендігі көрсетіліп отыр. Алайда бұның да көптеген әлі проблемалар бар, даму үстінде. Бірақ жаңағыдай бұл әлі клиникалық практикаға өте қойған жоқ.
Ал енді ген қосу қазіргі таңда осы бүгін әсіресе осы видеоны жасауға шешім қабылдауымның негізгі себебі осы. Өйткені бұмен уже кейбір науқастарды емдей бастады, нәтижесін көре бастады, науқастың ұзақ мерзімдік нәтижесін көре бастады. Жылдардан кейінгі мысалы бір науқасқа 1 жасында генді еккеннен кейін ол 2 жасында сөйлей бастады, 6 жасында кәдімгі нормально сөйлеп кетті, 15-17 жасында ол есту кәдімгі толыққанды іске асқандығын көрсетті. Сондықтан мынау осылай істеуге болатындығын кәдімгідей дәлелдеді. Сондықтан жаңағыдай бұл өте маңызды нәтиже. Бұның бір несі, бұл аутосомды рецессивті гендік ауруларда пайдалы екендігі көрініп отыр. Ал аутосомды рецессивті жаңа айтқан сияқты өте кең тараған. Бұл жердегі мақсат не? Бұл жердегі мақсат былай. Білесіздер, AAV дейді ғой, adenovirus associated virus дейді ғой, adeno associated virus деп айтады, кешіресіздер. Adeno associated virus деген қазақшасы адено қатыстырылған, адено қатысты вирустар деп айтатын шығар. Кәдімгі аденовирустар. Аденовирустар әлемде, жалпы өмірде кең тараған вирустар негізінен бұлар. Бұлар әдетте бізде гриппке себеп болатын ең кең тараған вирустардың біреуі. Көбінесе грипп болып жатсақ, солардың тек қана инфлюенза емес, тек қана риновирус емес, тек қана ковид емес, сонымен қоса аденовирустар да бізге грипп шақырады. Грипп сияқты жаңа простуда шақыратын вирустардың біреуі. Соларды именно соның кейбір штамдары бар. Ешқандай грипп оңайшылықпен туғыздырмайтын, бізге особо зияны жоқ, сондай әбден әлсіретілген вирустың түрлері болады. Даже кейде қазіргі таңда мына көрсетемін мен сіздерге, синтезделген, қолдан синтезделген аденовирустардың варианттары да бар. Сондай аденовирустың штамдарын алынады. Сөйтіп сол вирустың ішіне бізге керекті гендің бөлшегін енгізеді. Ішіне кәдімгі енгізеді. Ол вирус бізге не ретінде қолданады? Бізге тасымалдаушы ретінде қолданамыз ол вирусты. Сол вирустың ішіне жаңа бізге керекті генін толтырамыз, қоямыз, сөйтеміз да организмге енгіземіз. Ал ол вирус барады да біздің клетканың ішінде, жасушаның ішіне кіреді. Ол жасушаның ішіндегі ядро ядроның ішіне кіреді, сөйтеді да, соның ішінде ядроның ішіне кіргеннен кейін сол жақта ішіндегі ДНК-сы шығып, сол өзіне тән нелерді кодтай бастайды, протеиндерді кодтай бастайды, репликациялана бастайды, сөйтеді да, сол арқылы бізге керекті протеиндер синтезделе бастайды. Сондай жұмысқа негізделген. Қазіргі таңда отоферлин деген протеин бар организмде. Отоферлин протеин не істейді? Оны да қысқаша айта кетейін. Отоферлин протеині негізінен біздің ішкі түкті жасушалар бар емес па? Ішкі түкті жасушалардың синапстық несінде орналасқан, синапстық бөлшегінде, мына астыңғы жағында орналасқан. Және олар не үшін керек? Синапсқа импульсті өткізу үшін керекті протеиндер. Ол протеин болмаса, онда біз құлағымызға дыбыс келеді, ішкі түкті хұжре жасушалар тітіркенеді, action potential, әрекет потенциалы пайда болады. Алайда ол әрекет потенциалы нерв импульсқа айналып, 8-ші нервқа бере алмайды. Сондай болып тұрады. Сонда не сияқты болып тұрады? Бүкіл система жұмыс істеп тұр. Сыртқы құлағың істеп тұр, ортқа құлақ пердесі, ортаңғы құлақ, овалдық терезе, бүкіл барлығы істеп тұр. Сыртқы түкті жасушалар жұмыс істеп тұр, ішкі түкті жасушалар бәрі жұмыс істеп тұр, 8-ші нерв жұмыс істеп тұр, ортаңғы жүйке жүйесі бәрі керемет жұмыс істеп тұр. Бірақ ортада бір не жоқ. Атоферлин протеині жоқ. Атоферлин протеині жоқ болған кезде не істейді? Жаңағы ішкі түкті хұжрелерде әрекет потенциалы пайда болғаннан кейін, жаңағы ол әрекет потенциалы 8-ші жүйкеге, нервқа берілмейді. Ол атоферлин негізінен қалай жұмыс істейді? Ол механизмдан да қысқаша айта кетейін. Атоферлин негізінен глутаматтың везикулаларында болады. Мына көрдіңіз бе? Везикулаларда қызыл атоферлин, қызыл атоферлин. Сөйтеді да, олар кальцийді ұстайды. Сөйтіп кальцийді ұстап, мембранаға жабысып,
сол арқылы экзоцитоз болуына қамтамасыз етеді. Экзоцитоз бізге не үшін керек? Мына ішіндегі визикулаларда глутаматтар синаптикалық бостық аралық бар емес па, синаптикалық аралыққа босату үшін керек. Ал егер атофиллин болмаса, онда кальций жабыспайды, кальций жабыспаса визикулалар активтенбейді және мына мембранаға жабыспайды, экзоцитоз қалыптаспайды. Экзоцитоз қалыптаспаса синаптикалық аралыққа глутамат түспейді. Глутамат түспесе, онда импульс ары қарап өтпейді деген сөз. Ал енді біздің емде не істейміз? Емде атофиллинді біздің ситуацияда жаңа атофиллин ген мутациясында ол не істеген? Жаңағы атофиллинді біздің ДНК-мыздың ішіндегі атофиллинді кодтайтын ген бұзық. Ол жұмыс істемей тұр. Сол үшін біз не істейміз? Жаңа adeno-associated virus деген вирус бар емес па? Сол вирустың ішіне атофиллинді кодтайтын генді енгіземіз. Сөйтіп атофиллин то есть adeno-associated вирусты ішкі құлаққа береміз. Round window арқылы, домалақ терезе арқылы береміз. Ол вирус ішкі құлаққа барады да сөйтіп тарайды. Причем оның ішінде тағы бір маңызды қызық жері, бұл adeno-associated вирустың ішіне тек қана оны емес, сонымен қатар промотор протеиндерді да қоямыз. Промотор протеиндар не істейді? Олар тек қана ішкі түкті жасушаларға ғана кіруін қамтамасыз етеді. Типа не ғой? Код қой. Мысалы сыртқы түкті жасушаларға баратын болса, оны қабылдамай қояды. Сосын неге қосымша жанында ғана дейтерс жасушалары деген сияқты қосымша жасушалар бар емес па? Ол жасушаларға да ішіне кірмейді. Тек қана ішкі түкті жасушаларға сенситивті, специфичный жасап береді. Сол специфичный ішкі түкті жасушаларға барады, ол сенің жазған аденовирустың ішіндегі несі бар, гені бар. Сөйтіп оның ішкі түкті жасушаның ішіне кіреді, оның ДНК-ның ішіне кіреді, ядросының ішіне. Ядросының қазақшасын тұрған барыш. Кіреді, сосын тағы бір қызық жері, ол біздің ДНК-ның несіне, тізбегіне қосылмайды. То есть біздің ДНК-ның несін өзгертпейді. Ол бөлек экзосома ретінде бөлек тұрады да, сөйтіп сол жерде бізге керекті атофиллин деген протеинді синтездей бастайды. То есть атофиллин синтездейтін цех сияқты, завод сияқты жұмыс істей бастайды да. Атофиллинге қатысты ДНК-ның репликациясын, РНК-ның репликациясын, РНК шығады да барып біздің эндоплазматикалық ретикулумда атофиллиндерді синтездей бастайды. Атофиллин синтезделген атофиллин біздің жаңағы жасушаның түбіне барады да отырады да, мына визикулалардың басына отырады да, сөйтіп визикулаларда глутаматтың синаптикалық аралыққа экзоцитозы қамтамасыз етіледі. Система осылай жұмыс істейді. Енді жаңағыдай қайталап айтамын, мына жерде бұл жалпы бұл гендік емнің ең үлкен проблемаларының біреуі жаңағы ол жерге қайтып жеткіземіз деген сұрақ бар еді. Бұл қазіргі нелер, осыны жұмыс жасап жатқан ғалымдар round window арқылы, яғни домалақ терезе арқылы жіберіп жатыр. Енді тағы бір айта кететін нәрсе, жаңағы атофиллин ген мутациясы деп жатырмын ғой, ол есту нейропатиясы сияқты көрінеді да. Ол не деген сөз? Есту нейропатиясы деген кохлеар микрофоник деп айтамыз ғой, отоакустикалық эмиссия жасаймыз ғой. Отоакустикалық эмиссия жасаған кезде кохлеар микрофониктер жұмыс істеп тұрады. Өйткені не? Кохлеар микрофониктер не үшін керек, не үшін, қай жерден аламыз біз оларды? Оларды біз сыртқы түкті жасушалардан аламыз. Сыртқы түкті жасушалар жақсы жұмыс істеп тұрғандықтан кохлеар микрофониктарды жақсы аламыз. Бірақ есту нашар, ол бізде әдетте біз оларға қандай клиникалық түрде қандай диагноз қоямыз? Есту нейропатиясы немесе auditory neuropathy spectrum disorders деген диагноз несінде концепциясында қарастырамыз. Енді мына жерде сіздер жаңа қазіргі таңда жасалған нәтижелерді көрсеңіз болады. Жаңа 16 жастағы науқаста алғаш рет дыбыстың есту байқаған миға баратын сигналдардың белсенді түрде бола бастағандығын көрсеткендігі. Ал енді қиыншылықтары, қандай қиыншылықтар бар? Бірінші қиыншылық ол не? Жаңа атофиллинді кодтайтын геннің тізбегі өте үлкен да, біздің adeno-associated вирусымыз кішкентай ғана вирус, оған ішіне тықпалай алмайсың. Оған кейбір ғалымдар не істепті? Кейінді бір ғалымдар оны екіге бөлген, генді екіге бөліп, бір бөлшегі adeno-associated virus
бір аденоашосит вирус 2 деп екі вирусқа жүктейді. То есть екіге бөліп тасымалдау ғой. Әрине бұл екіге бөлген сайын оны қиындай береді да. То есть екі вирусын алып жаңағы кохлеяның ішіне кіру керек, ішкі тікті хұжредің ішіне екеуі де кіру керек, сөйтіп екеуі де барып не қылу керек. Бұл күрделенген сайын бұның қиыншылықтары әрине арта береді, бірақ бұл да бір жақсы вариант, бұл жақсы нәтиже ретінде көруге болады. Тағы бір қиыншылығы не? Тағы бір қиыншылығы бұның бәрін бірінші алдымен нелерге тышқандарға жасауға тырысады. Тышқан деген оны қараңыз, қандай кішкентай ғана нәрсе. Оның ішіндегі мына кохлеясы совсем кішкентай. Мына кохлеясы мынау не овалдық терезе, мынау раунд виндоу. Раунд виндоуын табасың да соның ішіне жаңағы атофирлин ген аденоассошиатед вирустың несін инъекциясын жасайсың да, өте сезімтал талап ететін, өте сондай хрупкий, өте кішкентай, өте қиын жұмыстар. Сол нәрсені жасап мүмкіншіліктер болып жатыр. Сосын жаңағыдай экзосомалар ретінде жаңа буын векторлар айтып отырмын ғой. Сосын тағы бір проблема ол не вирустардың сол нәтижеде аденоассошиатед вирус деген ол кең тараған вирус деп айттым ғой. Көп адамдарда оған қарсы иммундық жауап болуы мүмкін, баяғыда жолыққан болуы мүмкін. Сөйтіп адамда организмде оған реакция беріп, олар вирустың бәрін өлтіріп тастауы мүмкін. Сонда нәтижеміз дұрыс болмауы мүмкін. Ол тағы бір проблема. Тағы бір проблема, біздің кохлеямыз мынандай ұзында, біз раунд виндоуда берген екен, ол апекске қарай шықпай қалуы мүмкін, жеткілікті концентрация болмай қалуы мүмкін. Ол жеткілікті концентрация берем деген кезде көп мөлшерде беріп, қатты қысыммен беріп жіберіп, сұйықтықты көп беріп жіберіп, ана рейснер мембрананы жыртып жіберуі мүмкін. Сол үшін өте ақырын беру керек болып жатыр. Ақырын берем деген кезде ол хеликотремаға дейін, апексқа дейін жетпей қалып жатыр, жай беріп қойсаң. Қатты беріп қойсаң, рейснер мембраны жыртып жібересің деген тағы бір проблема. Тағы бір проблемасы ол неге ішкі құлаққа берген кезде ол жаңағы не арқылы вестибулар аквадакт арқылы арахноидтық бос неге кіріп, миға кіріп кете ме, бүкіл организмге системдік тарап кете ме екен деген қорқыныш. Негізінен системдік тарағанның ешқандай зияны жоқ деп жатыр негізінен ғылыми жұмыстар. Өйткені жаңағы отофирлин ген негізінен организмде басқа жерлерде де бар да, бірақ басқа жердегілері оған инертный екен, ондай бір зияны жоқ, және сондай бір басқа жерде бір мутация организмде бір сондай бір зиян тигізеді деп есептемейді деген сияқты қиыншылықтар бар. Дегенмен қазір әжептәуір осы нәтижеге жетіп отыр. Соны айтқым келіп отыр. Енді болашаққа жорамал туралы ретінде не айтуға болады? Болашаққа жорамал осы күйінде кететін болса, шамамен алдымыздағы бірнеше жылда кәдімгі кең тараған клиникалық практикаға айналайын деп отыр. Алдымен жаңағы атофирлин ген мутациясын емдеп артық бұл бізге де келетін сияқты. Әлі Түркияға келген жоқ бұл. Әлі кең тараған жоқ, бірақ жақын келешекте кең тарайтын сияқты болып тұр. Егер біздерге келетін болса, онда біздің тактикамызда қандай болады? Жаңа нәресте туған нәрестеде егер естудің бұзылысын анықтасақ, онда гендік диагностикаға жібереміз. Атофирлин ген мутациясын тапсақ, онда жаңағыдай екі мүмкіншілік болады. Гендік ем деген тактика шығады. Кохлеарлық имплантация кейбір науқастарға жасамауымыз мүмкін деген сөз. Бірақ алайда дәл қазір ондай ем қолымызда жоқ. Қазір бүкіл науқастарға кохлеарлық имплантация жасауымызға керек болады. Ал енді автоматически мынандай сұрақ болады. Мен қазір баламда естудің бұзылысы бар, қазір кохлеарлық имплантация жасатпай тұрайын, алдымыздағы жылдарда келетін болса, онда күте тұрайын. Немесе қазір кохлеарлық имплантация жасап қойған балаға гендік ем жасауға бола ма деген сұрақтар болады. Біріншіден, кохлеарлық имплантация жасаған кезде біз ішкі құлақтың бәрін травматизацияға ұшырататын болғандықтан, ол балаға гендік ем жасау мүмкіншілігі болмайды. Ол шансын жоғалтып алды деген сөз. Ал енді келешекте гендік ем шығып қалуы мүмкін, кохлеарлық имплантациясын жасамай тұрайық деп айту через өте рискті болады. Өйткені өзіңіз білесіз, 4 жасына дейін, 4 жылдың ішінде кохлеарлық имплант жасамасаң, онда кешіккен кезде даже кохлеарлық имплант көмектеспей қалатын болады. Сондықтан ондай рискке кіре алмаймыз. Мысалы, осыдан 15-20 жыл алдын сөйтіп айтып жатқан еді, жаңағы CRISPR ген технологиясы пайда бола бастаған кезде, сонымен қатар жаңа эмбриологиялық емнің түрлері шыға бастаған кезде, stem cells дейміз ғой, бағаналы жасушалар емді шыға бастаған кезде, сол бағаналы жасушамен емдейтін болсақ, онда қазір кохлеарлық имплантация жасамай тұрмайық, ғылым дамыған кезде сонымен құтылып кетеміз, баламыздың құлағын құртпай ақ қояйық деп сөйтіп
қорыққан адамдар болды. Алайда үміт пайда болғалы бәленбай жыл өтіп кетті. Егер сол кезде жасамаған болса, онда бала кешігіп қалды деген сияқты. Сондықтан алдымыздағы жақын келешекте бұл нәрсе болатын сияқты деп отырмыз. Ол тек қана жорамал. Алдымызда көптеген қиыншылықтар бар. Сондықтан ондай рискқа кіре алмаймыз. Менің айтатындарым негізінен жалпы осылай. Жаңа ғылыми жаңалықтарды қарап көріп жүрейік, және ауырмайық, жақсылықта жолығайық. Аман болыңыздар.